Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай арнайы подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі қонағымыз Маңғыстау облысы ақпараттық және қоғамдық даму басқармасының қоғамдық келісім коммуналдық мекемесінің басшысы Амангүл Абдуғалиқызы. Қош келдіңіз. Жалпы жыл сайын елімізде 1 мамыр бірлік күні ерекше аталып өтіледі. Биыл Маңғыстау облысы бірлік күнін қалай тойлайды? Үлкен рахмет. Қазіргі таңда әр жылы 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күнін достық үйінің алдында үлкен мерекелік шара есебінде өткіземіз. Биылғы жылда солай жоспарланып отыр. Әр жылда осы 1 мамырды мамыр қарсаңында үлкен шаралар, іс-шаралар жоспары бекітіліп, шаралар өткізіледі. Биылғы өткізілген шарамыздың бірі осы 1 мамырға орайластырып, ол бірлік кубогы. Мини футболдан бірлік кубогы. Бұл жерде біздің осы облыстағы этномәдени бірлестіктердің командалары қатысып, жылда бұл үлкен традицияға айналған осы бағытта біз биылда осы бірлік кубогын өткізіп, қазір жеңімпаздар анықталды. Оның барлығы осы бір күні болатын үлкен шарада марапатталатын болады. Және сонымен қатар 1 мамыр күні осы достық үйінің алаңында облыстың тұрғындарына, сонымен қатар қонақтарына арналған үлкен береке түбі бірлік деген үлкен шараны өткізгіміз келіп отыр. Ол шараға да қазір дайындықтар жүзеге асырылуда. Бұл шараның негізгі мақсаты біздің Маңғыстау облысындағы этномәдени бірлестіктердің басын қосып, және де тұрғындарға осы қазірге белгіленген үлкен мерекенің бірлік мерекесін насихаттау болып табылады. Бұл шарада ұлттық ойындар қойылымы болады, және де тұрғындарға арналған облыстық кәсіпкерлер басқармасының көмегімен біз тұрғындарға арналған үлкен ярмаркада ұйымдастырайын деп отырмыз. Бұл басқа жылдардағыдан, алдыңғы жылдағыдан ерекшелігі, біз халықта арналған осындай жәрмеңке ұйымдастыратын боламыз. Және сонымен қатар осы ассамблея мүшелерінен құралған творческий коллективтердің үлкен концерттік бағдарламасы ұйымдастырылады. Осы бағдарламаның аясында біз неше түрлі қайырымдылық шаралар, выставкалар, сонымен қатар жәрмеңкелер ұйымдастыратын боламыз. Жауабыңызға рахмет. Қазақстан халқының бірлігіне ассамблеяның қосып отырған үлесі қандай? Негізгі Қазақстан халқы ассамблеясы басқа елдерде жоқ, тек қана Қазақстанда, және де бұл институтты біздің президентіміз басқарып отырған институт. Сол себепті ассамблеяның осы соңғы 30 жылда қоғамдағы рөлі өте биік. Себебі осы ассамблея институты арқылы біз Қазақстанда отырған этностардың басын қосып, және оларға өздеріне мүмкіндік берілген, олар өздерінің мәдениетін, салт дәстүрін, тілдерін үйренуге олардың конституциялық құқығы бар. Сол себепті мен ойлаймын, біздің Қазақстанда тұратын әрбір Қазақстанның азаматы ол қазақстандық. Оның осы бірлік күніне атқарып отырған қызметтері өте жоғары. Біз өзіміз бір-бірімізге толерантты болу арқылы, бір-бірімізге түсіну арқылы, оларды қолдау арқылы біз бүгінгі таңда тату тәтті бір шаңырақ астында өмір сүріп отырған бір халықпыз. Жалпы соңғы 5 жылдан бері әр жыл сайын достық үйінің қызметкерлерінің ұйымдастыруымен бірлік кубогы спорттық іс-шарасы өтеді. Жалпы бұл іс-шараның маңызын атап өтсеңіз толығырақ. Жаңа да сөзімде қосып кеттім. Бұл іс-шара соңғы 5 жылда өткізіп келе жатырмыз. Бұл футболдың керектігі, бұл спорт арқылы да біз халықты бір-біріне жақындатамыз. Әр этнос өкілдері өздерінің ұлтына қарамай, дініне қарамай, олар осы бірлік кубогын бірге өткізеді. Бұның да негізгі мақсаты біріншіден салауатты өмір салтын қалыптастыру, екінші спорт арқылы достықты дамыту. Сонымен қатар осы кездесуді пайдалана отырып, 1 мамыр күні сағат 10-нан басталатын осы бірлік күніне орайластырып өткізіп отырған үлкен шараға бүкіл тұрғындарды және біздің облысымызға келген қонақтарды шақырамыз. Құрметті Амангүл Абдуғалиқызы, бізге келіп пайдалы ақпарат бергеніңізге алғыс айтамыз. Қош, сау болыңыздар.